Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзі 5 минутта дайын болатын осындай керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші қиярымызды осылай турап алатын боламыз. Қиярды осылай жіңішке етіп турасаңыздар, салатымызда өте әдемі болып тұрады. Енді бөлек ыдысымызға саламыз. Одан соң помидорымызды да дәл видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Салат жапырағында осындай үлкендеу етіп турайтын боламыз. Жұмыртқаны да осылай екі бөлікке бөліп, осындай бөліктерге бөліп шығыңыздар. Енді консервіленген жүгерімізден 100 грамдай салатын боламыз. Одан соң майонезімізге үккіштен өткерілген чеснок пен тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Майонезімізді салып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде бір порцияға арнап дайындадым. Сіздер көбірек дайындайтын болсаңыздар, қажет заттарымызды көбірек салатын боламыз. Мінекей ерекше, өте дәмді әрі керемет болып шығатын салатымыз дайын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.